50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді халқымыз. Қазақ елі сан қилы тағдырды басынан кешіп, сол бір заманның тонын шешіп, бүгінгі таңда бейбітшілік пен азаттықтың тәтті нанын жеп, бақытқа кенеліп жатқандығы елбасымыздың сарабдал саясатының арқасы. Тәуелсіздік деген ұғыммен есімі бірге аталатын ұлт көшбасшысының ел билігін қолға алған сәттен өз тағдырын ел тағдырымен бірге өзектес қылып, тамырын кеңге жайған алып бәйтеректің діңгегіндей бір тұтас қылып біріктірген еді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбек жолын Теміртау қаласында металлургия жолында бастағаны баршамызға мәлім. 60 жылдары өткен ғасырдың осы Қарағанды металлургия комбинаты салына бастады. Қазақстанда болмаған өнеркәсіп ашу ғой. Сонда мынау Ресейде Магнитогорск деген қала бар. Сонда ең үлкен комбинат жұмыс істейді. Магнитка деп аталған. Сонда бұл біздің Теміртаудың екінші елдің ортасында орын алған аты Қазақ магниткасы. Бір группада оқыдық. Сол уақыттан бастап Нұрекеңмен таныс болдық. Ортамыз өте не болды, толық болды. Жаңа біз 16 адам бір группада оқыдық. Соның енді 6-ауы доктор наук болды ғой. Нұрекеңнен бастап мысалы. Бір группадан аңғайлы еңбекке сондай берілген, оқығаны, қазақ айтады, тоқығаны болған, көп болған азаматтар сол көзге іліне бастады. Сонда атқаратын жұмыстар, жұмыс істеп шығамыз, бір жағынан оқуымыз бар, бір жағында демалыс күндері, сенбі, жексенбіде, соны Нұрекең бастап, ұйымдастырып, ағаш сала бастадық. Сол жастардың ұйымдастыру жұмыстарын Нұрекең басқарды. Комбинатта енді 50 мыңдай, ол уақытта 30 мыңдай адам істейді. Кейіннен 50 мыңдай болды ғой. Үлкен алып комбинат. Теміртау қаласы мен үшін алтын бесік. Металлургия тарихы, Теміртау қаласының тарихы, ондағы тұрғындардың тағдыры менің тағдырыммен бір тұтас. Елбасы Нурсултан Назарбаев прошел школу металлургии на казахстанской магнитке. Свою трудовую деятельность начал чугунщиком разливочных машин и горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе. Именно в Темиртау, как в плавильном котле, в трудных условиях стройки и горячего производства выковывался характер лидера народа Казахстана. Металлургия облыс экономикасының негізгі саласы болып табылады. Қарағанды облысы металлургия өнеркәсібі бойынша республикада көш бастап келеді. Оның өркендеуі тек Мысқабай, Жезқазған өңірінің түлеуіне ғана емес, аймақтағы өзге де қалалардың гүлденуіне серпін беріп келеді. Қойнауы қазынаға толы өңір, Жезқазған қаласы үнемі басты назарда. Мен елбасымен бір 4-5 рет кездестім деп айтуыма болады. 94-ші жылы кездестім елбасымен. Жезқазған облысына іссапармен келген уақытта елбасыны қарсы алу үлкен құрметіне ие болдық. Сонда облыстық радиода тілшіміз, жас баламыз, онда бізде президент деген ұғым енді ғана қалыптасып жатқан. Енді сондай жерге барып, соның алғашқы сапарыңыз жайлы деп, соны интервью болған уақытта соғысын қарапайымдылығы, бүкіл мемлекеттің, жас мемлекеттің басшысы болып тұрып, әрбір журналистің сұрағына ждағаттылықпен, үлкен қарапайымдылығымен жауап бергені әлі сол көз алдымызда. 2018 жылдың қыркүйек айы менің өмірімдегі ең бір тарихи ерекше сәттердің бірі орын алған ай деп білем, орын алған күн деп білем. Мен облыстың барша жастар атынан сөз сөйлеп, елбасының алдында өлең оқу бақытына ие болдым. Мен бір едім далалық бөрік тұлдың, жырымнан желі тұрма соғып қырдың, бабалардың көшесіз астанасы, ұлт ұясы, ұлтаудан келіп тұрмын, бойларына соданап жан жылуды, қарсы алды елім қол соғып жаңғыруды, жүрегі жасастана болғаннан соң қарт ұлтау тамырына қан жүгірді,
түтіні будақтаған алып мұржа, кенді өлке, кен қой тілін тауып тұрса, сіз ұстанған сарабдал саясатқа ауылдағы аңқылда халық тырза, жаңғырып ұлы дала қауышыңы, мұхит асты қазақтың дауысыны. Сол үшін сізге үлкен рахмет, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы. Ұлытау тарих шежіресінің қоймасы. Әр тасы, әр төбесіне тіл бітсе, тәуелсіздік үшін күрескен бабалардың өршіл рухын көз алдыңа әкеліп, қиялыңды шарықтатады. Ұлытауға бардың ба, олар құсты көрдің бе деп тіл қататын абыз, осы өлкенің қазақ баласының бір айналып соғар киесі екенін білдіреді. Осы орайда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың біздің Ұлытауымыз бен ордабасымыз, досымызға да, дұшпанымызға да ұялмай көрсететін ардағымыз, айбарымыз. Бауырында бабалардан түскен із әлі сайрап жатыр. Басында бабалар дауысы әлі саңқылдап тұр. Енді сөзден жаңылып, ізден адасар ретіміз жоқ деген еді. 1993 жылы қазіргі тұңғыш президентіміз келеді деп қуанып осы Ұлытаудың баурайында Айыртау маңында сол жерге бардық. Бәріміз жиналып, халық жиналып, сол кезде келіп, біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ол жерде әдейі арнайы белгі тас қойылды. Сол белгі тастың куәсі болдық, көрдік. Сосын сөз сөйлеп, біздің ауылдың ақсақалдары бар, бата беріп, мынау Ұлытауды ұлықтау аттыған, жаңа Ұлытауды көтеру керек, ханның ордасы, хандардың басын қосқан жер, киелі жер, Ұлытауымызды осы міне көтерейік деп сол 4 баған орнату жөнінде, мысалы қазір сол жерде үлкен монументтер 4 баған орнатылып, халықтардың бірлігі, достығы деген. Сол бағаның куәсі болдық өзіміз. Одан кейін хан ордасына барды. Хан ордасында да біз болдық. Өте қуанышты. Содан кейін міне бірнеше жылдар болды. 30 жылда ел жаңа дегендей жаңарып, үлкен қазір хан ордасы сол үлкен тарихи орынға айналды, барлық өтетін жер. Одан кейін жаңа монумент, тағы да басқа содан кейінгі ол кездері мысалы жолдар жоқ, қазір жолдар жасап, Ұлытау өзі қазір көркейіп жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлытау 2019 халықаралық туристік форумында Ұлытау ұлттық, тарихи, мәдени және табиғи мұражай қорығы ел игілігіне айналды. Енді еліміздің осындай баға жетпес бай мұрасын өзге жұртқа танытудың жаңаша жолдарын ойластыру жайлы, Жошы ханның кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыру маңыздылығын, Ұлытау халықаралық деңгейдегі этнографиялық туризмнің орталығы болуы тиіс екенін айтты. Бұл бастамалар халқымыздың ұлттық бірегейлігін нығайта түсуге оң ықпал етуде. Ұлытаудың тарихы мен тағылымын жастар тәрбиесі мен отаншылдықты, ішкі туризмді дамытуға пайдалану мақсатында 2021 жылы Жошы хан кесенесі, мұражайы, Жошы хан ескерткіші, жорық шатыры, қордағы құнды жәдігерлер жаңартылып, қонақ үйден тұратын кешеннің заманауи технологиялық мүмкіндіктері туды. Қазақстан бір тұтас мемлекет. Талайдың тағдырын бір арнаға тоғыстырған осынау қасиетті жерде 100-ден астам ұлт пен ұлыстың өкілдері бір мақсат мүдде аясында тіршілік кешіп келеді. Бұған біз әуелі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында қол жеткізіп отырмыз. Бұл халқымыздың, этностарымыздың, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың өлшеусіз еңбегінің жемісі. Елбасы Қазақстан халқының бірлігін сақтап қалуда үлкен қадамға барды. Ол басқа елдерде жоқ Қазақстан халқы ассамблеясын құрып, барлық этнос өкілдерін бір шаңырақтың аясында бейбіт өмір кешуге жағдай жасады. Бүгінде бұл қоғамдық институт елдегі тұрақтылық пен тұтастықтың мызғымас тұғырына айналып отыр. Очень приятно, что я все эти годы работала с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Замечательный человек,
очень мудрый, хороший организатор, человек, который любил людей, и люди отвечали ему взаимностью. У меня было несколько встреч с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Выпала честь быть представителем от нашей области на первом дне президента. И Караганда приготовила экспозицию, очень интересную, как я считаю. Мне посчастливилось представить один из стендов. И вот Нурсултан Абишевич подошел, я рассказал немножечко о содержании стенда и сказал, что вот здесь, в этих схемах, отображены строения тех бараков лагерных, в которых, возможно, была и моя бабушка, которая была репрессирована, и 8 лет она здесь провела в Долинке. Он внимательно выслушал и уже отошел от стенда в сопровождении официальных лиц, как вдруг повернулся в мою сторону и сказал так совершенно неформально и очень просто, я бы сказал. Он сказал: «Спасибо вам за бабушку». Я, конечно, оторопел, потому что это неожиданно было достаточно. И это было так по-человечески гуманно, по-доброму и искренне, очень искренне. Дорога первого президента – это символ, это смысл нашей независимости. Он опирается на тысячелетние традиции нашего Казахстана, нашей истории. И я это очень хорошо поняла в 2018 году, когда был юбилей нашей столицы, 20-летие. И Карагандинская область преподнесла столице подарок замечательный. Это аллея Улытау и монумент Казак-Елин Мыналгыс. Я видела, какое впечатление на Нурсултана Абишевича произвело этот монумент и эта аллея. И он не скрывал своих эмоций. И у нас все пошло не по протоколу, он расширился гораздо больше, потому что Нурсултан Абишевич с нами беседовал, общался. Мы сделали несколько фотографий, и я была рядом с президентом. Меня поразила его энергетика, его вера в собственные силы и вот этот дар, который он передает, эту веру. К счастью, у меня много в жизни были встреч на сессиях Ассамблеи народа Казахстана, на открытии памятника Нурсултане Казак-Елине Мыналгыс, где мы встречались, где действительно я каждый раз эту встречу вспоминаю с огромным удовольствием. Все, что наш первый президент говорил о своих мечтах, говорил о своих делах, это все было связано с счастьем народа Казахстана, связано с единством и согласием нашего народа. Елбасымыз жастар Қазақстанның болашағы деп, жастардың мәселесін үнемі назарында ұстаған, олардың жан-жақты дамуына жағдай жасағанын жақсы білеміз. Соның арқасында біз көтеріңкі стипендиялар, білім гранттары, жастарға арналған бағдарламалар, жұмыспен қамту, тағы да басқа көптеген қажеттіліктердің орындалуына қол жеткізіп отырмыз. Менің ойымша, біз бұл мүмкіндіктерді тұтынушы ғана болып қалмауымыз керек. Алмақтың да салмағы бар дейді халқымыз. Ел қамқорлығын, елбасы қамқорлығын еселеп қайтаруға ұмтылуымыз керек. Жаңа тарихи кезеңде Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі арта түсері күмәнсіз. Елден елдің артығы, бірлігінде нақыл сөзінің мағынасы қазіргі геосаяси жағдайда ерекше мағынаға ие. Шоқтығы биік, тарихи жылнамада алатын орны ерекше. Мерейі үстем тәуелсіздігіміз жайлы ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев: біз бірлігі бекем, іргесі мығым елміз, қасиетті отанымыз, тәуелсіз Қазақстанның игілігі үшін еңбек ету қастерлі парызымыз деп атап өткен болатын. Тәуелсіздікке қол жеткізу барда, оны көздің қарашығындай сақтап қалу, қол жеткізген табыстарды еселей түсу бар екендігін ешқашан естен шығармағанымыз жөн. Тәуелсіз Қазақстан бүгінде бүкіл әлем қызыға қарайтын, тұрақтылық пен татулықтың, бірлік пен берекенің алтын ордасына, бейбітшіліктің бесігіне айналды. Мұның бәрі ең алдымен біздің елбасымыздың салиқалы саясатының, кемеңгер көрегендігінің нәтижесі.